Барлықтарыңызға сіздермен бірге бүгін Альберттің жаңадан видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз осы форманы до конца развиваться ететін боламыз, а точнее екінші серияға қош келдіңіздер. Біздің видеомыз сразу бастан кейбіреулердің жақсы жаңалық, кейбіреулердің жаман жаңалықтан басталды. Өйткені мен форманы полностью жаптым. Не навсегда, чтобы прям форманы жақсарту развивать ету үшін мен осы форманы жапқан болатынмын. Конечно же, складта көптеген бөліміздің нелері бар, скиндері бар, водолаз болып жұмыс істейтіндер түсінеді. Сходу біз неден шығамызды. Бүгін біз контейнерге барамыз, банктен квартира төлейміз, және де казино ойнайтын боламыз. Қалтамда 200-ні көріп тұрғандарыңыздай, жақында осы 200 мың бір 10 есе өсетін болады. Сондықтан видеоны аяғына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал біз кеттік. Біріншіден қандай автопарк алды десеңіздер, міне осындай зор күшті машиналар алдық. Вроде начинающий мамаларға өте зор келеді. Оның ішінде BMW, Mercedes, Audi A4 и Mazda бар. Mazda'ны правительствода жұмыс істейтін адамдар біледі, что ол тоже жақсы жүреді. Audi A4 более қонақтарға бір фамалармен бірге типа бір жерге баруға болады. Ал мынау BMW ол более спортивный, және олармен бірге контейнерге баруға болады. Ал біз қазір Audi-ны аламыз, банкке қарты жол тартатын боламыз. Банкке кіріп, банктен командаға жазып, май счета дегенге, основной счет деген кіріп, балансымызды тексерейік. 860 рублей, онда положить банковский счет, және де 10 000-ды салатын боламыз. Так, заплатить за дом дегенге 7-де 7 қылып қою керек, так что 3 күнге қайттан төлейтін боламыз. Так, енді, конечно же, басына қайттан бакста етіп алдық, что джойстик ешқандай сан шықпайды, типа закрутить диалог дейді, поэтому қазір қайттан басына кіреміз. Так, сіздерге айтар кетерім, что біз қазір 511-ші местаға түсіп кеттік, ал бұрында біз 65-ші местада болатынбыз. Оның бәрі кесірі, что мен соңғы кезде видеомен тағы көбінесе снимать етпей кеттім. Көбілеріңіз байқаған бойынша. Және де сол кесірінен мен қазірде БЖБ, ТЖБ 90 соңғы дегенде фамаға, ойынға, каналға вообще көңіл бөлмей кеттім. Ол үшін сіздер мені кешірім сұраймын. Ал біз тек көп күтпей сходу БХ-ға мінемізді, қазір прямой неге жаңағы контейнерге қарта баратын боламыз. Сходу біздің БХ-мыздың бензині бітіп қалады, турана жаңағы контейнердің алдында. Еді қайттан перезаход ету керек. Перезаход істегеннен кейін Мерседесімізді аламыз. Надеюсь, осы Мерседес бізді ешқашанда подтвердить етпейді. Так, мен контейнерге келіп жетті, міне уже бір машина тұр, и оказывается бұл Black Squad. Олар ешқашанда ешкіммен тимец етпейді, так что қарап тұрсаңыздар, оның адамы келді, просто бізді атып жатыр. Біз сразу түсіндікті, шеке қарты кеттік. Фармскаттан оружие алдықты, давайте тез барып атсайық. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде почему-то черный какой-то бір не тұр, и мына жерден аламызды сразу сливаться етеміз. Black Squad, походу, бұрыннан бері ұйықтап, қазір ғана оянды. Осылай просто изи алдық та, и осылай просто слиться еттік. Значит, біз сразу бүкіл машинадан бәрін выгрузить етеміз, өйткені олар бізге әлі керек. Каким-то чудом біз қазір казиноға келіп қалдық, и қазір осы жерде казино ойнайтын боламыз. Мен Кости вообще ойнамаймын деген кезде ол жақта көп ұтылып қалуға болады, сондықтан мен просто аламын да қазір, и мына жерде мен блэкджек ойнайтын боламын, потому что сол жерде ғана только тактика жұмыс істейді. Ставка 100 000, міне ойнаймыз. Сразу бізге 8-ші номер береді. И тура осы жерде біз қалтамызға плюс 100 000 шығарып аламыз. То есть 200 000 бізде начислится, ал біз осыға плюстай 100 000 қамыз. И қазір тағы да ойнайтын боламыз. Ставка 80 000. И сразу бізге 10-ші номер береді. Мен оған өте қуаныштымын. И келесі номер бізде 20, ал получается бізде қазір 90% шанс бар ұтуға. И осы ойында бізде ничьямен бітеді. Ал бірақ біз қайтпаймыз да, тағы да 80 000 қоямыз. Маған қайттан 20 түседі. И және де ұтамыз. Плюс 80 000 қалтамызға. Қазір келесі матчта тағы да ұтатын болсақ, онда мен фамаға новыдан машина аламын. Каким-то чудным образом маған 11 түсті. Қазір тағы да 10 түссе, онда вообще кайф. Брат дегені басамызда маған 7 түсті, и менде 18 болады. Примерно бір 50% бар шанс, что біз ұтамыз. И дилерде перебор түсетті, біз плюс 60 000 істейміз. 200 000 кірдікті, 520 000 шықтық. Ал енді кеттік біз автосалонға. Біреудің машинасын ұрлап алдық та, енді қазір прямо автосалонға барамыз. Кімде жойса, комментарияға плюс жазыңыздар.
Достар, сіздерге айтар кетерім, қазір біздің фамаға набор болатыр. То есть сіздер ашылмай тұрып алдын ала кіріп ала аласыздар. И екінші ранг бізде бесплатно берілетін болады. Тура мына жерде мен Discord каналым жазып тұр. Осы Discordқа запрос тастайсыздар да, мен 24 сағаттың ішінде қабылдап сізге жаңағыдай фамамның серверін жіберетін боламын. То есть ссылкасын жіберемін да, сіздер сол жаққа писать етесіздер, өзіңіздің никіңізді жазасыздар, қашан бос болсаңыздар жазасыздар да, екеуміз кіреміз де, кездесеміз де, және де мен сізді фамаға қосып екінші ранг беремін. Егер сіз кап составға кіргіңіз келсе, сізде минимум как 6-шы левел, және де разрешение жаңағыдай на оружие, және де права болу керек. И сол Discord каналда сіздер заявка тастай аласыздар. Тағы айтар кетерім, қазір заместительге 3 орын бар. Сол заместительге тоже сіздер обзон скоро болады. И соған сіздер заявка қалдырып кете аласыздар. Тура сол каналдың ішінде бәрі бар. Соның ішінде тағы да сіздер машина сатамын деген объявление, либо аксессуар сатқыңыз келсе, аксессуарға объявление жасауыңызға болады, және де басқа адамдармен общаться етуіңізге болады. Набор пока что жабық, но скоро ашық болады, потому что ашық болмай тұрып сіздер заявка қалдырып ала аласыздар. Ал біз ходы бұл рейнға кіреміз и низкий классқа кіретін боламыз. Бұндайды бірінші рет көруім, бірақ низкий классы нормальный машина жоқ. Сондықтан біз просто аламыз, басқа жаққа барамыз. Автосалонға кеттік, вдруг автосалонда нормальный бір стоковый машина бар. Хотя бы на фамаме мен стоковый машина алу вообще не жалко. Наверное, сол стоковый машина уақытша тұрады, ақшам пайда болғаннан кейін оны тағы дамытатын боламыз. То есть прошивка қойып, әртүрлі там тюнинг істеп. В общем, өздерің білесіңдер ғой. Автосалонға кірсек тоже не подарок. Бұның ішінде нормальный машина жоқ. Только Мерседес ғана нормальный, потому что ол кабан, как бы, ол тоже сәл тезек жүреді. Ондайды 14 штугы бар. Но бізге, как бы, бізде уже кабан бар, сондықтан бізге тағы екінші кабан керек емес. Мен не паркованный нақты бір не Маздан бар, сонда аламыз да сходу просто неге казиноға қарата кетеміз. Мақұл, тәуекел деп кетеміз да, скоро может быть ақша шығарып аламыз. Тура ана жерде бізде краш етеді, сондықтан приложение жауып қайтадан кіреміз. Уже кешке қарата очередь пайда бола бастайды, это уже нормально. На месте выходына басып, сразу Маздамызды аламыз да казиноға қарата жол тартамыз. Казиноға келіп 150 мың сразу тастадық та, и бізге сразу 20 береді. Алдыңғы кадр түспей қалыпты, но біз уже ұттық та плюс 150 мың алдық. Мына жерде уже 200 мың қоямыз да, и қазір тағы да ұтатын боламыз. В общем, мына жерге маған 18 түседі, жаңағы дилерге 11 түседі. Мен просто остановиться деген басамын да, и өте қатты қорқамын, что қазір дилерге 10 түседі, и минус 200 мың болады. И біз қазір плюс 200 мың қалтамызға аламыз. Тәуекел деймізді 500 мың ставка қоямыз. Мен білемін қазір дикий минусқа кіріп кетемін, но по-любому қойып тәуекел жасау керек. Так, 8 бар міне бізде 11 деймізді, 11-ші очко и 15. Ары-қарта алайын ба алмайын ба? Так, ладно, алайық. 20 түсті, все, хватит, қазір 90% выигрыш. Так, 11, 12, 18, все, қалтамызда плюс 1 миллион түсті, и болды, осыны тоқтатамыз. Достар, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер, 40 подписчикке наконец-то жетейік. Ал қазір көріп тұрғаныздар казино злой емес, Black Rush'да Purple серверіне ойнап менің никімді Альбертөңді теріп, 3-ші левелді 50 мың рублейді алып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Альбертөң, бәріңе сау.